Алматыда 2000 жылдың басында белгілі ғалым академик Зейнолла Қабдоловтың 70 жылдығына орай үлкен симпозиум болды. Мен сол жиынға бардым, қатыстым. Сол кезде Темірхан Медетбек ағамыз мені келіп көптеген мына қаламгер, журналистер, қазақтың бетке ұстар аға буындарымен таныстырып жатты. Сол кезде айтты, Ақжайықтан келген інім деп әзілдеп айтып жатты, жібегің қайда, қыз жібегің деп. Сол әңгіме есіме түсіп кетіп, бәріміздің де әр үйдің бір қыз жібегі бар. Мен де қыз жібегім бар. Сондай қыз жібек менде де бар. Мен қыз жібегім деп тұрғаным ол өзімнің жолдасым, Қажығалиева Нұргүл Тасболатқызы. Мен ол кісімен танысқаным мына Жайықтың жағасы емес, Оралдың қақ ортасы. Тарихқа тұнған, шежірелі үлкен проспектің келе жатып, енді адамдар көп өтеді ғой. Бір қызы келе жатты. Көзіне қарадым да, қайттан бұрылып келіп тоқта дедім. Қарап, көзім танысып бір жерден көрген сияқтымын деп. Жоқ, мені көрген жоқсың деді. Жоқ. Содан әңгімеміз жарасты. Біз отбасын құрдық. Енді жаңағы айтайын деп кейін шегініп айтайын, көзі таныс деп тұрғанымыз. 1989 жылы біз армия қатарында осы Оралдан 96 бала бардық. Белоруссияның Борисов деген қаласында. Әр демалыс сайын жаңағы бірге барған осы біздің өңірдің Қаратөбенің жігіттері бар, Сырымның елінің жымпитын жігіттер көп маған жиналады. Мен смена 8 фотоаппаратым бар, фотоға түсеміз, әңгіме айтамыз. Сондай бір жиында бүкіл жаңағы осында барған әскерлес жолдастар менің қасыма жиналды. Арсалаңдап, қуанып, Есенсайлық тайпақтың Әлтеке, Қажығалиев, Райымбек шауып келді. Бәрімен жігіттермен амандас болғаннан кейін, мұнан қараңдар, бүгін менің ауылдан апам келді, Назгүл деген апам келді, тәттілер әкелді, кел ортаға алып бәрің дәм татыңдар ауылдың дәмін деп. Осы алып келген тәттілерін ортаға қойды. Бір кезде қалтасынан бір хат шығарды. Менің қарындасым хатша жіберіпті. Мінеке қараңыз фотосын деп. Бәрі жарымасы батыр фотоға қарап. Сосын отырып айттым, көріп болсаңдар маған беріңдерші, енді мен де көрейін деп. Сонда жаңа фотоны алып қарадым да, қасыма бүйтіп қарап отырдым да айттым, Райымбек, барған соң қарындасым менікі точно. Өзім алам, менің өмірлік жарым болады деп. Бәрі күліп жіберді. Арада бірнеше жыл өтті. Сол жаңа Нұргүл екеуміз уағдаласқан уақытпен келісіп, тойымыз өтті. Есенсайға алуға барғанда жаңағы қайнағам, Служагым, марқұм ойнеліп көп кетті. Райымбек алдына шығып, ақыры өзің келдің бе алуға деп. Міне сонан бері бірнеше уақыт өтті. Тек фотосына қарап емес, ол кісі күнде менің қасында. Бір қызығы, менің машинамда бірге жүреді. Бір күні жаңағы машинаның рөлін тауып алдым ауладан, Москвичтің. Алдында отырғызып қойдым да, былай айдап отыр деп. Айдап келе жатыр. Мен алдында машина айдап қойдым. Ол мына жағында үңіліп баратқан, мына жағынан өтіп баратқан машинаның бәрі былай үңіліп қарайды. Бір ары қарата дегенде жаңағы жолдасым алды Нұргүл бүйтіп бұрып қалғанда ана кісі шошып кетті ме, жаңағы жолдан шығып кетті. Содан кейін жаңағы айтады, енді алдында отырмаймын, артында отырамын деп. Базарға барамыз. Базарға барғаннан кейін жаңағы керек жарағымызды алып, енді шығайық десек, енді көлік қозғалысы көп қой. Шыға алмай қаласың. Соң қолында пакетін алып шығып, жолдың қақ ортасына тұрып алып, бір қолын көтеріп тұрып, мені былай деп жаңағы сілтеп шығарып жібереді де, машинаға отырады. Бір күні келе жатқанда осылай машинам сырып қалды. Жолда тұрып қалды ғой, енді итеру керек. Мынадай жерде бір қарасам, терезеден бір топ жігіттер тұр екен. Ойладым, мына братандар келіп итер жібермей ме екен деп. Терезені ашып жіберді, братандар қайдасыңдар, итеріңдер деп. Сөйтіп келеді, базардан келгеннен кейін жаңа бірге келеміз, бірге келгеннен кейін үйге келіп осылай
келген бойымыз осы шешіне үлгерместен тамақ дайын ба дейміз. Алла осындайдан айырмасын. Я подарю вам